Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығы шықты. Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу туралы. Бірінші пунктінде еліміздің барлық аумағында 2020 жылғы 16 наурыздағы 8 сағат 00 минутпен 2020 жылғы 15 сәуірдегі 7 сағат 00 минут кезеңінде төтенше жағдай енгізу жазылған. Одан әрі қоғамдық тәртіптің сақталуы аса маңызды. Бүгінде карантин шектеулерінің шеңберінде өңір соттарының жұмысы ақпараттық технологиялардың көмегімен жүзеге асырылуда. Бұл кезеңде соттардағы IT технологиялар өзінің тиімділігін дәлелдеп, кез келген істе таптырмас құрал екендігін көрсетті. Тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кіріс хаттарды қабылдау мен шығыс хаттарды жолдауды қоса алғанда, қағаз тасымалдағыштағы құжат айналымын барынша азайту мақсатында сотқа талап арыз өтініштер сот кабинет арқылы қабылдануда. Жыл басынан бері сот кабинеті сервис арқылы 8714 талап арыз түскен. Оның ішінде сот кабинеті сервис арқылы тіркелген талап арыз 4780, өтініш 345, апелляциялық шағым 793, өзге де электрондық өтініштер 1769. Мемлекет басшысымен ағымдағы жылдың 10 маусымында азаматтық процесстік кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Қабылданған өзгерістер қазіргі кездегі ғылым мен техниканың мол мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануға, іс жүргізуді электрондық форматқа көшіруді, осы себепті туындайтын барлық мәселелерді арнайы актілермен реттеу қажеттігін көздейді. Заң соттағы артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелерін қамтығанмен, судьялардың істі қараудағы белсенділігін арттыруға және тараптардың татуластыруына ықпал етуге бағытталып отыр. Қорыта айтсақ, заңның басты талабы тараптардың құқықтарын мейлінше толыққанды қорғау. Сондай-ақ президент әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне қол қойды. Жеке азаматтардың құқығын қорғауға жол ашып, сотқа деген сенімді нығайтатын құжатты, оның талаптарын әсіресе халыққа жағымды жақтарын түсіндіру мақсатында бүгінгі күні жергілікті соттарда үздіксіз жұмыстар жүргізілуде. Сондықтан да қазір міне осы заң бойынша өзгерістер енгізілді. Енді судьялардың өзі белсенді болу керек. Яғни судья жаңағы жарыспалылық пен тең құқықтылық принциптерді сақтай отырып, тараптарға бар жағынан көмек беру керек, жәрдемдесу керек. Өңір соттарындағы сот процестері адамдардың қатысуынсыз онлайн түрде өтуде. Сот процестерін онлайн түрде өткізу қатысушылардың уақыты мен қаржысын үнемдейді. Тараптар сот отырыстарына бейне конференц байланыс және әртүрлі мобильді қосымшалар, атап айтсақ TrueConf, WhatsApp, Zoom арқылы қатысуда. Жыл басынан бері өңір соттарында бейне конференц байланыс арқылы 490 сот отырысы өтті. Сондай-ақ Маңғыстау облысы соттарында мобильді қосымшалар арқылы барлығы 5299 іс қаралды. Оның ішінде 2154 азаматтық іс, 1053 қылмыстық іс, 2092 әкімшілік іс. Сіздің өтінішіңіз назарға алынды, сізге заңда көзделген мерзімде толықтай жауап беріледі. Жақсы, сау болыңыз. Қазіргі таңда сот жүйесінің басты міндеттерінің бірі халықтың сотқа деген сенімін арттыру. Еліміздегі төтенше жағдай жарияланғаннан бері барлық республика соттары онлайн режимде жұмыс жасауда. Осы тұрғыда Маңғыстау облысы сотының төрағасы және соттар әкімшісінің әдеп жөніндегі уәкілімен азаматтарды жеке қабылдау мобильді қосымшалары арқылы онлайн түрде жүргізуде. Бақпен байланыс беріп, сонымен қатар өңір соттары әлеуметтік желілерінде белсенді. Атап айтсақ, Facebook, Twitter, Instagram және YouTube каналында тіркелген. Барлық сұрақтарыңызды аталған әлеуметтік желілердегі парақшаға жолдасаңыздар болады.